Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, сіздермен бірге Ауылбай Асекке. Бүгін 18 февраль, яғни 18 ақпан. Енді ақпан деп қазақша айтып қояйын, себебі біреулер отырып алып февраль деме, ақпан де қазақша айт деген сияқты комментарийлар жазуы мүмкін. Жалпы февраль дегеніміз орысша емес, егерде білмеген болсаңыздар да. Февраль деген ол ағылшынша. Орыстар соны өздеріне февраль қылып аударып алған. Февруари ғой, ағылшынша айтқанда. Соны орыстар өздеріне ыңғайластырып февраль деп алған. Сондықтан да жаңағындай орысша айтпа деген сөздерді айтпайсыңыздар деп ойлаймын. 16 кешке қар жауды. Сол қарымыз енді еріп жатыр бүгін. Күн керемет болып тұр, кәдімгідей күн шығып жақсы болып тұр. Қасымда мынандай екі ассистентім жүр, көмекшім. Мынау Ақтеке, анау Ақтөс деген күшік. 2023-тің ноябрінде келді. Мынау жерді қазып жатыр. Неге қазып жатырғанын білмеймін. Жердің астында не іздейтін белгісіз. Негізі иттердің өзінің жейтін затын қазып көміп тастайды деген рас екен. Мынау кейбір жерлерге барып қазып нан, сүйекті көмеді. Сосын көмген көретін болсаңыздар, күлкіден өлесіңіз ғой кәдімгі. Қазған топырағын тұмсығымен көмеді ғой. Неге қазып жатсың, Ақтөс? Не үшін қазып жүрсің ол жерді? Сол жерге бірдеңе тықтың ба? Кәдімгідей қазып жатыр мынау. Неге қазып жатырғанын білетіндеріңіз болса, арасында да осы видеоны көріп отырған адамдардың арасында комментарийға жазып отыруларыңызды сұраймын. Бұл Ақтөс біздің үйде жүргеніне уже қанша уақыт болды? Ноябрьден бері жүр біздің үйде, шатаспаса, мені октябрьдің аяқ жағынан бастап жүрмекен. Бір енді 3 айдай болып болды жүргеннен біздің үйде. Кішкентай болып келді, қорқақ болды. Ақтөс, не істеп отырсың? Өзіңе үйшік жасап отырсың ба? Не жасап жүрсің? Енді осының не істеп отырғанын комментировать етіп отырайық. Ананы көмшеш енді, көмшеш. Неге қазып жатсың? Неге қазып жатсың? Алдында канализацияның трубасын тастайтын кезде су мынау артындан келіп, мынау киімімді жеп жүр. Шайнап жүр да жегенде. Адамды құлата жаздадың ғой. Ты чё? Охренел, что ли? Не вот? Не вот, да? Не вот? Құлақ кіп кішкентай. Мүйіз нәні. Нән дегенге түсінбей қалып атсаңыздар, үлкен деген ғой. Не вот? Сіз үскін келіп тұрмын, Ақтөс, давай, Ақтөс. Давай, жауыз. Түгілсесің бе? Давай. Жандылар. Ақтөс, давай. Фас, давай. Давай. Кәлі көрсет. Өнерлеріңді көрсетіп жіберіңдер. Ютубқа салып жіберейік. Кім мықты көрейік. Давай, Ақтөс. Ертең бұйырса Ақтөске шынжыр сатып алып, шынжырлақ қоямыз ертең. Ақтөс, давай. Мынау жерге барып, мына жерге барып, бір сүйке. Теке.
шетпей тықпалы еді ғой негізі. Бір қанша болды екен, 2 аптадай болған шығар келгеніне. Алдыңғы аяқ жағының бәрі, түш жағының бәрі сап-сары. Седегі ғой. Сап-сары болып кеткен. Қылшығы деген кәдімгідей өсіп кеткен. Құдай сақтасын болып. Енді ішіп пысқанда өсіп анда-санда видео түсіріп қоймасақ тағы болмайды. Мына жерге мынаны келіп қадап кетті. Үйде кішкентай балдар шаман істеп жүрген. Туалетке мынандай не істеп едік қой. Пеноплекс. Туалетті қаптап. Мынау не атпатсың? Қақтан атпатсың? Қақтан атпатсың? Давай, кел. Екеуің бір контент жасап жібердің шеше. Қырылыш жіберің айтпашы, айтып отырған әңгімем. Ақтөске ертең бұйырса шынжыр алу керек. Күн жылыған кезде. Үйшік жасау керек сосын. Үйшік жасаған жоқпын, үйшік жасау керек. Хабарымыз осындай міне. Далада қанша екен температура. Жалпы салқында болып тұр. Күннің көзі шығып тұр бірақ. Өте керемет болып тұр. Жаман ойнайды мынау деген. Да? Не бүлдіресің? Не бүлдіресің? Кішкентай бала сияқты. Жаман тек жағаласа түсіреді адаммен. Үндемесең, жалсат тек. Тістеп, аяғыңнан, балтырыңнан қарамайды. Дізеңнен келіп істеп жүрмін. Діземнен істеп жүрген. Жонда. Қабаған болайын деп тұрған. Ешқандай парада шық. Просто майық шық дейді ғой. Сол майық шық. Жабайық шық қой, жабайық шық. Темір жол жақтан келген. Жанда. Жайда түстеуді өлмейсің бар ғой. Оңбаған деме. Аңбаған. Осындай хабарлар. Барлықтарыңызға рахмет. Ең қойып қарағандарыңызға.